Прима-балерина Нұрсұлу Тапалова. Адам тағдыры жұмбақ, бірде жарқ етіп көрінетті, кейін өшіп қалады. Сондай таланттардың бірі биші Нұрсұлу Елубайқызы Тапалова. 1923 жылы 13 қыркүйекте Ақтөбе облысының Ойыл ауданында дүниеге келген. Мектепте жүргенде-ақ өнерге бет бұрады. Ойылға Құрманғазы оркестрін бастап келген Ахмет Жұбанов 11 жастағы Нұрсұлудың бишілік талантын байқап, оған кәсіби білім алуға жол сілтейді. 13 жасында Алматыдағы Абай атындағы опера және балет театры жанындағы би мектебіне түседі. Онда Күләш Байсейітованың қамқорлығында болады. Балетмейстер Александровтың шыңдауынан өтеді. Шара Жиенқолованың көмегін көреді. Театрда кардебалет артист, жеке балет бишісі болып, Қыз жібек, Қалқама мамыр қойылымдарында билейді. Кейін опера және балет театрында прима-балерина болып қызмет істейді. Бақшасарай фонтанында Зарема, көктемде Дариға болып билейді. Жамбыл, Белая роза киноконцертінде тағы да басқа 20 шақты фильмдерге түседі. Халық әртісі Болат Аюханов менің балетім кітабында Нұрсұлу Тапалова туралы оның Заремасы нағыз шығыстың аруы болып шықты. Бұл биші нағыз ұлттың бағына жаралған деп жазды. 1941-1953 жылдары Нұрсұлудың бишілік шеберлігінің шыңдалып, аты дүркіреп шыққан жылдар болды. 1947 жылы 24 жасында қазақ сырына еңбегі сіңген әртіс атағы берілді. Алматы қалалық кеңесінің депутаты болып сайланды. Осыны